Ассаляму-алейкум, баршаңызға қайырлы күн. Мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қыстық дастарханға сондай әдемі, сондай ерекше, тойымды, әрі дәмі естен кетпес салат дайындайтын боламыз. Мен қазақша бұл салаттың атын алтын анар деп қойдым. Өз қалауыңыз бойынша салаттың атын өзгертсеңіз болады. Салатты дайындау үшін алдын ала қажет заттарды дайындап қойған болатынмын. Бізге ең алдымен тауықтың төс еті қажет болады. Оны суға қайнатып аламыз және де толықтай суытып, осындай соломка етіп турап аламыз барлығын. Және де бізге қажет заттардың толық мәліметін описанияға грамдарын, өлшемдерін жазып кететін боламын. Тауықтың төс етін қайнатқаннан кейін құрғақ болып қалмасы үшін оны қайнаған суында толық суығанға дейін қалдыратын боламыз. Сонда ол сочный әдемі болып шығады. Тауықтың төс етін турап болғаннан кейін оны бөлек ыдысқа алып қоямыз және де біз анарымызды тазалауға көшеміз. Анарды тазалаған кезде анардың бетіндегі осындай гүлденген жерін кесіп аламыз. Оны біз әлі қолданатын боламыз. Анарымызды толық тазалап, дәндерін бөлек ыдысқа алып қоямыз. Біздің салатымыздың аты алтын анар болғандықтан бізге анар әлі сәндеу үшін де және де салатқа қосу үшін де қажет болады. Анарды осындай піскен, әдемі, қып-қызыл түрін әдемілеп таңдап алу керек. Одан соң осындай духовкада немесе суға піскен қызылшамызды үккіштен, осындай майда үккіштен өткізіп аламыз. Толығымен оның суы ағуы мүмкін, ештеңе етпейді. Оны да бөлек ыдысқа алып қоямыз. Және де 100 грамм грек жаңғағын осындай майда бөлшектерге турап аламыз. Қатты майдалап, уақтап жіберудің қажеті жоқ. Және де ірі бөлшектері де қалып кетуге болмайды. Грек жаңғағыңыз ылғалды немесе нам болып қалатын болса, онда оны құрғақ табада шамамен 3-4 минуттай қуырып алатын болсаңыз, онда ол қытырлақ, хрустящий әдемі болып шығады. Ыдысымызға жаңғақты, тауықтың етін және де анарымыздың жартыдан көбірек бөлігін салып, және де бір сарымсағымызды үккіштен немесе сарымсақ езгіштен езіп алып, оны да қосып, үстіне тұзымен майонезімізді салып, толықтай біркелкі болғанға дейін араластыратын боламыз. Бұл салатқа дәміне қарай қара бұрыш және де чернослив немесе мейіз қоссаңыз да болады. Мен олардың ешқайсысын қосқан жоқпын. Онсыз да салатымыз өте дәмді болып шықты. Салатты дайындап болғаннан кейін осылай дастарханыңызға қоя берсеңіз болады. Немесе қонақ келгенде әсемдеп қою үшін анар тәріздес етіп форма жасайтын боламыз. Ол үшін анар тәріздес осындай ыдыс керек. Мен осылай кесе алдым. Кесеміздің ішіне пищевой пленканы тегіс төсеп шығып, үккіштен өткізілген анарымызды ішіне толықтай біркелкі болғанға дейін төсеп шығатын боламыз. Қызылшаның суын, осындай соғын ағызып тастап немесе сығып тастап салатын болсаңыз, ешқандай суы шықпай әдемі болып тұрады. Мен осылай сала бердім. Және де дайын болған салатымызды осы қызылшамыздың кесенің ішіне салып, нығыздап, салатымыз қисық болып қалмас үшін салатты өте қатты нығыздап салатын боламыз. Оны барлығын салып болғаннан кейін бетін тегістеп, тарелкамызды алып, тарелкаге осы салатты аударатын боламыз. Оны кесемізді ақырындап алып, және де пищевой пленкамызды ақырындап абайлап аламыз. Салатымыздың формасы бұзылып кетпеу керек. Анардың формасына толық ұқсау үшін қасықтың көмегімен тағы да салатты тегістеп жібереміз. Асты жағы жалпайып қалса, оны да ішіне кіргізіп, домалақтау етіп жасаймыз. Және де пышақтың көмегімен анардың салатын осылай кішкене кесіп аламыз. Оның кесілген жерін анардың дәндерімен толықтыратын боламыз, әсемдейтін боламыз. Салатымызға қосқан анардың дәндерінен аз ғана алып қалған болатынбыз. Сол дәндерді енді жаңағы кесіп, ойып алған шетін анардың дәндерімен осылай толықтырып, әсемдеп шығатын боламыз.
бұл бізде әсемдік үшін, олай жасамасаңыз да болады. Және де оның төбесіне бағанағы кесіп алып қалған анардың төбесін қойып шығамыз. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Бізде осындай өте әдемі, керемет салат шықты. Бұл салат дастарханыңызды ерекше әсемдеп, сәндеп ашып тұратын болады. Дәмі баршаңызға ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.